Бұл видеода жалқау адамға арналған 4 бизнес идеяны айтатын боламын. Бірақ видеоны бастамастан бұрын алдымен мына нәрсені түсініп кетейік. Бір күні бір случайно байып кетем, немесе топ-ет миллионер болып кетем деген ой болмасын. Тез баюға болады, бірақ оның барлығы бір случайно болып кетеді, еш нәрсе жасамасам да деген ойдан арылайық осы жерден. Әрине, басқа бизнестерден қарағанда оңай саланы тауып, сол бизнеспен оңай түрде баюға болады. Енді осы видеода мен сіздерге қандай бизнес идеялар бар және олардың қайсына кірген дұрыс екенін салыстырып сіздерге түсіндіретін боламын. Енді оны салыстырмастан бұрын мына сөзге тоқталайықшы. Генри Форд, әйгілі, енді осы кісіні танисыздар, Форд деген машинаның негізін қалап кеткен. Бұл кісі айтады, мен жұмысқа тек қана жалқау адамдарды алатынмын дейді. Неге? Өйткені жалқау адамдар бір проблема шығатын болса, соның оңай шешімін табады дейді. Сондықтан жалқау болудан ұялудың қажеті жоқ. Мен өзім де жалқау екенін мойындаймын. Мен де жалқаумын. Оның плюсы, сен оңай бизнесті іздейсің, оңай ақша табудың жолдарын іздейсің. Ақша табуға болады, бірақ бұның барлығы случайно емес, оңай жолмен жасауға болады барлығын. Қандай кәсіптер бар екенін мен сіздерге бүгін түсіндіретін боламын. Жалпы мына ойдан арылайық. Көп жұмыс жасау, ол көп ақшаға тең деген нәрсе жоқ. Қанша жерден көп жұмыс жасасаң да көп ақша таппайтын адамдар да бар. Мысалға, СТО-да таңнан кешке дейін жұмыс істейтін бар, автомойкада жұмыс жасайтын бар, немесе таксист болып, курьер болып жұмыс істеп жүрген адамдар көп қой. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейді, бірақ неге олар миллионер емес? Осы сұрақты өзіңізге қойып көріңіз. Яғни көп жұмыс жасау, ол көп ақша табасың деген сөз емес. Көп ақша табу үшін көп эффективный әрекет жасау керек. Яғни көп әрекет емес, тиімді әрекеттер жасау керек және дұрыс бизнесті таңдау керек. Осы нәрсені бірінші түсініп алайық. Енді соңғы 5 жылда өзім бірнеше салаға кірдім. Қадалғаным бар, табыс тапқаным бар. 2024 жылы, 2021 жылы кәсіп жолына түстім. Қытайдан товар алып келіп сатып бастадым, сағаттар саттым, автошкол тігетін цех аштым, детейлинг аштым, каракчай сататын, каракчай дегенді ішіп көрген адамдар башар. Сондай чайды сататын кафені ашып көрдік. Бірақ көпшілігі табысты алып келді, табысты алып келмеген де болды, минусқа кеткеніміз де болды. Соның негізінде мен уже бұл бизнесте анализ дегеннің не екенін білем. Қандай нәрсеге қарау керек, бизнеске кірместен бұрын соның барлығын уже түсіндім. Өйткені барлығы опытпен келді былайша айтқанда. Барлық айтылатын бизнестер ақша алып келеді. Қазір мен сіздерге көрсетейін деп жатқан бизнестердің барлығы ақша алып келеді, бірақ қайсысы қандай еңбекпен деген сұрақ. Бізге енді қиналып, таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеп ақша алып келетін нәрсе керек емес қой. Біз итак таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеп ақша тауып жүрміз, дұрыс па? Енді бізге дополнительно, қосымша немесе оңай жолмен ақша алып келетін бизнесті бастауымыз керек. Есімім Мұзақбаев Мейірбек. Енді Инстаграмда көріп жүрген адамдар бар. Тендермен айналысып жүргеніме 5 жыл болды. 22 жасымда өзіме BMW автокөлігін 30 миллион теңгеге наличныймен алдым. Ешқандай кредит емес. Осы уақытқа дейін 1000-ға жуық тендерді орындадым, мемлекеттік заказдар болды, работа, товар, услугалар болды әртүрлі. Бірақ Аллаға шүкір, нәтижеміз жақсы. Енді мен сіздерге көрсетейін деп жатқан бизнестер мен 4 параметр бойынша талдайтын боламын. Ол біріншісі бұл капитал. Капитал деген қандай? Яғни сен бизнесті бастап кету үшін қанша ақша салуың керек, қолыңда қанша теңге болуы керек. Бұл өте маңызды ғой. Өйткені бізге данный момент, мен сіздермен сөйлесіп отқан секілді, мен сіздің қатарыңызда болған секілді позицияда болайық. Бізге данный момент аз ақшамен бастайтын кәсіп керек. Барлығымыз қолымызда свободный жатқан, бос жатқан 5 миллион теңгеміз жоқ. Аз ақшамен бастап кету дұрыс бізге. Екіншіден тәуекел. Бізге желательно тәуекел аз болу керек. Өйткені аз ақшамен үлкен тәуекел алу қиын. Өйткені кішкентай сумамен бастайсың, одан кейін үлкен қарызға кіріп кету вероятності бар да, сол үшін бізге аз тәуекелі болу бар бизнесті таңдауымыз керек. Үшіншісі қиындық. Енді оңай болу керек қой. Әрине кәсіптердің барлығы бәрі оңай деп айтпаймын, бірақ салыстырмалы түрде оңайлары бар. Төртіншісі бұл конкуренттілік. Енді бізге желательно конкуренті аз кәсіп керек. Конкурент көп жерде әрине оңай жолмен ақша табу қиын. Сол үшін біз осы 4 параметр бойынша талдайтын боламыз. Мен сіздерге бүгін 4 кәсіпті алып келдім. Сол 4 кәсіпті осы параметрлер бойынша көрсететін болам. Мінекей қазір сіздердің алдарыңызда 4 параметрді көрсетіп тұрмын. Бізге оңай және тез табыс табу үшін мына көрсеткіштер болу керек. Бизнес бастау үшін бізге аз капитал болу керек. Тәуекелі бізге аз болу керек. Үшіншісі қиындығы. Яғни қиын болмау керек, оңай сала болу керек.
Төртінші параметр конкуренті аз болу керек. Ендеше бастайық. Бірінші кәсіптің түрі бұл трейдинг. Енді бұны мен өзім кәсіп ретінде қарастырмаймын, шыны керек. Бірақ енді көп адамдар осы сала арқылы ақша табуды оңай деп есептейді. Жеңіл, тез. Телефон болса болды, жеткілікті деп ойлайды. Давайте талдап көрейік. Трейдинг деген не? Трейдинг деген бұл валюта, құнды қағаздар, немесе акцияларды арзан бағада сатып алу уақытында, сосын қымбатқа сату. Өзі график болады. Мысалы, қазір сіздердің алдарыңызда тұр. Мінекей, осындай график болады. Осы графикта сіз аз бағамен валютаны сатып алып, ол баға валюта қымбаттаған кезде сіз нарықтан шығып кетіп отыруыңыз керек. Енді постоянно бұл ноутбукта немесе телефонда постоянно қарап отыру керек, контрольда. Қымбаттаған уақытта шығып үлгермесеңіз, сіз сатып алған бағадан да төменге түсіп кетуіңіз мүмкін. Осын талдап көрейік. Мінекей, күнделікті әртүрлі биржаларға кіріп, графиктерге қарап, уақытында сатып алып отыру керек. Давайте, бірінші, бізде капитал деген параметр еді, дұрыс па? Капитал бойынша трейдингпен жақсы табыс табу үшін 2-3 миллион теңге қажет. Неге? Мысалға былай елестетейік, сіз биржаға кірдіңіз, енді бағанағы биржа деген нарық қой. Кірдіңіз, 500 мың теңгеңіз бар дейікші қолыңызда. 500 мың теңге, яғни сіз $1000 сатып алдыңыз. $1000 сатып алдыңыз 500 мың теңгеге, одан кейін $1 қымбаттады 510 теңгеге. Сіз сол кезде сатып үлгерсеңіз, онда сіз 500 мың теңге салып 10 мың теңге ғана табасыз. 500 мың теңгеге салдыңыз, ол 510 мыңға қымбаттады, 510 мыңға сатып үлгердіңіз ба, 10 мың теңге сіздікі. Яғни процесс осындай. Мүмкін 500 мың теңге саласыз, ол 600 мың теңге көтерілгенде 600 мыңде шығып үлгерсеңіз, 100 мың теңге көресіз. Мүмкін ол былай да болуы мүмкін ситуация. 500 мың теңге салдың, ол 510-ға көтерілді, сатып үлгермедің, түсіп кетті 400-ге, онда сіз 400-бен сол жерде сатуыңыз керек. Яғни капитал бойынша бұл жақта жақсы ақша табу үшін сіздің қолыңызда хотя бы 2-3 миллион теңге болу керек, чтобы көбірек ақша салып, көбірек табыс табу үшін. Трейдинг капиталы бойынша бізге жарамайды, себебі бұл жерде 2-3 миллион теңге болу қажет. Давайте екінші критерийге тоқталайық. Екіншісі бізде тәуекел. Тәуекел трейдингте өте жоғары. Неге? Трейдинг деген жалпы сіздің бұл жерде бай болып кетуіңіз, немесе бір күнде кедей болып кетуіңіз, бір момент, бір секунд, бір сіздің мынандай сделкаңыз сізді либо кедей қылып жібереді, немесе бай қылып жібереді. То есть андай жоқ та, стабильно, аздан, үздіксіз деген жоқ, либо парс, либо немесе төменге дноға кетіп қалуыңыз мүмкін былайша айтқанда. Неге? Себебі всегда сіз прогнозировать ете алмайсыз, барлығын сіз болжай алмайсыз. Құбылмалы ситуациялар болуы мүмкін. Мысалы, сіз Каспий банктың акцияларын сатып алдыңыз бір уақытта, жақсы бағаға сатып алдыңыз, арзан бағада. Бір Каспий банкта белгілі бір ситуациялар болды, может быть, көптеген клиенттер жалбытса айтып кетті. Ол уақытта Каспий банкқа болған, Каспий банк бизнесінде болған проблемалар сіздің трейдингтегі кәсібіңізге де, трейдингтегі жасаған әрекетіңізге де тікелей әсер етеді. Мысалы, кәсіпке жаңа Каспий банкқа жалобалар түсе бастады, клиенттер недовольны бола бастады ма, болды. Каспий банктың акциялары құлайды. Сіз 30 мың теңгеге біреуін сатып алған едіңіз, уже ол 10 мың теңге тұрады. Сіз ақшаңызды солай жоғалтасыз. Яғни бір жаман жері, сізге дым қатысы жоқ заттар әсер етіп кетеді сіздің кәсібіңізге. А бұл ең обидно. Потому что сен оған түк әсер ете алмайсың. Сен Каспий банктың мықты жұмыс істеуіне түк әсер ете алмайсың, бірақ ол сенің бизнесіңе минус етіп әсер ете алады. Осындай трейдингтің тәуекелдері бар. Келесі үшінші пункт қиындығы жағынан. Трейдинг оңай емес. Менің трейдингпен айналысатын достарым бар. Олар қазір стабильный доходқа енді шықты. Бірақ оған дейін олар 2-3 жыл қадалды. Кейбіреуі 80 миллион, 40 миллион қарызға кіріп кеткен кездері болды. 200 миллион теңге қарызға кіріп кеткен кездері болды. Өйткені трейдинг деген мынандай бір азарт секілді. Бір уақытта төменге түсіп қадалып қаласың, шығарып алам, 2 есе 3 есе шығарып алам деп адам сала береді. И не істейді? Бұл жалғаса береді, шығарып алам деп. Сондықтан бұл оңай сала емес, нақты трейдинг арқылы ақша табу үшін тек білім жеткілікті емес. Бұл жақта опытпен ғана келеді. Ал опыт жинау үшін бұл жақта қолыңызда бір шама ақша болу қажет. Келесі, төртіншісі, енді жақсы жері трейдингте конкурент жоқ. Өйткені сіз біреумен бәсекеге түспейсіз. Әркім өзінің прогнозын жасайды, әркім өзінің акциясын сатып алады, сатады деген секілді плюсы бар. Сонымен қорытындылайық, трейдинг саласы бойынша бізде 4 пунктте
үшеуі бізде минус. Яғни капиталға көп ақша керек, тәуекел өте жоғары, сіз әсер ете алмайтын нәрселер өте көп, бірақ сіздің әрекетіңізге тікелей әсер етеді. Белгілі бір кәсіптің акциясын сатып алдыңыз, ода болып жатқан проблемалар сіздің сделкаңызға әсер ететін болады. Үшіншісі, оңай емес. Түсіндіргендей, сіз бұл жерде простой игроктармен жұмыс жасамайсыз, бұл жақта гиганттар бар. Ал ол гиганттар көбірек акцияларды сатып алса, немесе көбірек акцияларды сатып жіберсе, сізге тікелей әсер ететін болады. Конкурент жоқ. Яғни бұл жерде 4 пункттың 3-еуі минус, 1-еуі ғана плюс. Бұл бізге жарамайды трейдинг саласы. Келесі маркетплейс деген салаға тоқтайық. Маркетплейс дегеніміз бұл товарды осы сайттарға, Озон, Каспи, Wildberries деген секілді сайттарға қойып сату. Может быть, ол eBay болуы мүмкін, мына жерде көрсеңіздер болады. Озон бар, Wildberries бар, AliExpressке де сатуға болады. Яндекс.Маркет, Авито, eBay деген секілді түрлі маркетплейстер бар. Бұның ішіне Каспиді де қоссақ болады. Бірінші критерийге тоқталайық сонымен. Бірінші критерий, мінекей мынау сайттың бір көрінісі, осылай товар сатсаңыздар болады. Бірінші критерий бұл капитал. Маркетплейста сіз кәсібіңізді бастау үшін, Каспида, Wildberriesте товар сатып бастау үшін, сіздің қолыңызда хотя бы 500 мың 1 миллион теңге болу керек. Неге? Себебі сіз товарды алып, складқа жіберіп қойыңыз керек, сол складтан ары қарай клиентке жетеді. Система көбісінде сондай. Немесе сіздің қолыңызда товар болу керек, сіз товарды магазинге қоясыз, Каспи магазинге товар сатып алдыңыз, сіз жіберіп отыруыңыз керек. Ал товарды сатып алып қою үшін сіздің қолыңызда 500 мың хотя бы дегенде, немесе 1 миллион теңге болуы қажет. Ал бізге жарамайды, себебі біз кәсіпті аз ақшамен бастамыз келеді. Көбісінің қолында тіпті 1 миллион теңгеде жоқ. Келесі тәуекел. Тәуекелге тоқталатын болсақ, маркетплейста риск өте жоғары. Бұл жақта көпшілік адамдар бар біледі, Wildberrieспен айналысқандар біледі, возврат деген нәрсе бар, штраф деген нәрсе бар, товардың жолда жоғалып кетуі деген нәрсе бар. Мысалға менің белгілі бір достарым болған, Wildberrieспен айналысты. Wildberriesте конкуренттер не істейді? Бір-бірінің товарын искусственно өтірік сатып алады да, сол товар олардың еліне келген уақытта возврат жасай салады. А ол товар барды Қазақстаннан Россияға, Россиядан возврат жасай салады, ол товар Қазақстанға келе жатырғанда жоқ болып кетеді. Көбінесе осындай ситуациялар болады. Немесе ол товар кетеді, ар жақта клиент қабылдамаймын деп қояды, ол обратно кәсіпкерге барамын дегенше біраз уақытты жоғалтады. Яғни бұл үлкен тәуекел бар бұл жерде. Сіз салған товарыңызды просто так жоғалтып алуыңыз мүмкін. Және сатылатын товарды табу үшін ұзақ уақытта анализ қажет бұл жерде. Егер таңдаған товарыңыз сатылмай қалса, товарға салған ақшаңыз просто күйіп кетеді. Ешкім алмайды. Просто складта товарыңыз тұратын болады. Сондықтан тәуекел маркетплейспен айналысуда жоғары. Келесі қиындық. Жалпы бұл жақта сатылымы жақсы болатын товарды табу ключевой әрекет қой. Яғни сіздің кілттік әрекетіңіз. Сатылатын товарды тапсаңыз, бұл жақта товарыңыздан арқылы пайда көресіз, табыс табасыз. Бірақ осы жер ең қиыны да. Көбісі дұрыс нишаны таба алмайды. Көп деген товарларды эксперимент жасап, 100-ге жуық товарды саласың сен, соның ішінен 1-2 ғана өтуі мүмкін. Соның ішінен 1-2 алып, одан кейін жұмыс жасайсың да. Яғни белгілі бір саланы табуда біраз уақытты жоғалтасың. Қиындығы жағынан оңай емес. Қатты қиын деп айта алмаймын, бірақ оңай емес. Барлығы оңай болмайды. Келесі конкурент. Конкурент жағы енді маркетплейста жетеді. Адамдар бір товарды 10 адам сатып жатады. Каспида байқасаңыздар, мына маркерді 50 адам сатып жатыр. Біреу 500 теңгеге, біреу 300 теңгеге, тіпті 120 теңгеге сатып жатқандар да бар. Бір жаман жері, бұл жерде сіз конкурировать етесіз кімдермен? Үлкен кәсіпкерлермен, производительдермен, оптовиктермен, гиганттармен, которые уже бұл салада 2-3 жыл бойы істеп келе жатқан адамдармен конкурентке түсесіз. Бұл өте қиын. Сіз 0-ден бастап жатқан соң, сізге табыс табуға мүмкіндік бермейді ондай адамдар. Олар демпинговать етеді. Демпинговать деген, олар өте төмен бағаға түсіріп тастайды, сіздің табысыңызды болдырмас үшін. Вот осындай ситуациялар маркетплейста көп болып жатады. Сонымен қорытындылайық, маркетплейста капитал көп керек. Дұрыс па? Минус деген қоямыз. Плюс емес, мына жерде давайте минус деп қояйық, потому что бұл бізге жарамайды. Бұл жерде 500 мың 1 миллион теңге ақшам болу керек. Тәуекел өте жоғары. Бір товарды айтқандай 10 адам 50 адам сатады. Қиындығы оңай емес. Штраф, возврат деген нәрселер бар. Товар жоқ болып кетуі мүмкін. Конкурент өте жоғары. Сіз гиганттармен, оптовиктермен бәсекелеске түсесіз. Сондықтан бұл жерде 1-де 1 плюс жоқ. Маркетплейс бізге жарамайды.
Келесі, дәстүрлі бизнес, үшінші бизнес. Көпшілігі жақсы көретін бизнестер. Дәстүрлі бизнес деген қарапайым товар немесе қызметті дәстүрлі форматта сату. Оффлайн точка былайша айтқан кезде. Магазиндер бар ғой, продукт питания, кафе, немесе автошинаны ауыстыру, строй товарлар сату, көлік жуу, спецтехника, оргтехника, аптека, жиһаз деген барлығы күнделікті оффлайн точкада товарды алып сату, бұл дәстүрлі бизнес болып саналады. Барлығы осын жақсы көреді. Давайте талдап көрейік. Шынымен де бұл жақта ақша бар ма, жоқ па? Бірінші, капиталға тоқталайық. Дәстүрлі бизнесті бастау үшін 100 000 теңгеден бастап шексізге дейін кете береді. Бұл сіздің таңдаған кәсібіңізге байланысты. Кафе ашатын болсаң, естественно, минимум 5 миллион теңге керек. Строй материал сататын бір магазин ашқың келсе, минимум 3 миллион теңге керек. Енді 100 000 теңгемен мен білмеймін қазір қандай кәсіп бастауға болатын. Жалпы именно дәстүрлі бизнесте 100 000 теңгемен кәсіп бастау ол қиын. Көпшілігінде как минимум 1 миллион 3 миллион теңгенің арасында ақша кетеді. Өткені сенің арендаң бар, товарды заранее сатып алып қоясың. Өткен оффлайн точка болғаннан кейін товарлардың бәрін қойып қойын керек, адамдар келіп көру керек деген секілді. Сондықтан капитал жағынан бірден дәстүрлі бизнес ол минус. Өте үлкен ақша керек бұл жерде. Видео қызықты болып жатыр деген сенімдемін, бірақ мен сіздерге бір керемет сыйлықтар дайындап қойдым. Осы видеода активность танытқан 4 адамға мынандай сыйлықтар беретін боламын. Біріншісі, бұл умраға жолдама. Мына жолдаманың өзі 2 адамдық. Содан мен 2 адамға бір жолдамадан сыйлайтын боламын. Сонымен 2 умраға жолдама. Келесі 2 адамға мен Турцияға, Анталия, Памуккале, Каппадокияда сіздерге экскурсиясымен бірге 2 адамға осындай жолдама сыйлайтын боламын. Жалпы 4 сыйлықты, міне 4 адамға осындай 4 сыйлық дайындап қойдым. Осы сыйлықтарды алғыңыз келсе, бірінші шарт бұл каналға тіркелу міндетті YouTube каналға. Екінші шарт осы видеоға лайк басу және комментарий жазу. Үшіншісі осы видеоны Instagram'ның сторисіңізге алып, мені белгілеп шығу. Ал барлықтарыңызға сәттілік. Келесі, тәуекелге тоқталайық. Тәуекел орташа. Енді бұл жерде қатты бір көп деп айта алмаймын, риск. Егер білім мен тәжірибе болса, тәуекелді азайтуға болады. Кәсіп бойынша сіздің бір цифраларды бақылау, немесе товарды бір жерден арзанға поставщиктермен сөйлесуге, мысалы, тәжірибе болса, подреал алуға болады, товарды бірден сатып алмайық. Деген секілді, сізде опыт болса, тәжірибе, білім болса, онда рискті азайтуға болады. Мысалы, товарды сатсаңыз, бірінші товарды сатып алмастан бұрын жарнама жіберіп көресің да, тестировать етіп көресің. Например, осы маркерді сатып алмаймын мен бірінші 1000 штукасын. Бірінші тестировать етіп реклама жіберіп көремін. Сатылса, бұл сол кезде барып сатып алсам болады. Деген секілді, дәстүрлі бизнесте риск бар, бірақ орташа азайтуға болады білім мен тәжірибенің күшімен. Мысалы, алдыңғы бизнестерді қарасаңыздар, даже білім мен тәжірибенің болғанның өзінде де рискті азайта алмайсыз. Ал дәстүрлі бизнесте білім, тәжірибе арқылы рискті азайтуға болады. Келесі үшінші пункт бұл қиындық жағынан. Оңай емес. Дәстүрлі бизнес мен өзім айттым ғой бағана. Менің көпшілік жасаған опыттарым, бұлардың барлығы дәстүрлі бизнесте. Детейлинг, кафе ашу, цех ашу, авточол тегетін бұның барлығы дәстүрлі бизнес болды. Және оны жүргізу оңай емес. Неге? Себебі сен жалғызсың, бірақ сен и маркетолог боласың, и грузчик боласың, и товарды сату маманы боласың, и консультант боласың. Былайша айтқан кезде сен бір адамсың, бірақ 10 адамның жұмысын жасауың керек бастапқы 3 айда. Одан кейін, адамдар тартасың, оларды орнына қоясың, олардың зарплатасын бересің деген секілді. Дәл сол секілді алғашқы 3 айда көптеген дәстүрлі бизнес басталғандар жабылып кетіп жатады. Шыдамайды өткен сол периодқа. Өте қиын, оңай емес. Өзіңіз клиент тартасыз, өзіңіз тікелей сол клиентпен сөйлесесіз, берген уәдеңді өзің орындап шығуың керек. Келесі, конкурентность жағынан жоғары. Қазір Қазақстанда конкурент жоқ, сала жоқ. Кафеде де конкуренттер бар, мықты конкуренттер, құрылыс материалын сататын мықты кәсіпкерлерді бар. Жалпы дәстүрлі бизнесте бұрыннан айналысып келе жатырған адамдар уже нарықтың көпшілігін алып қойды. Мысалға, белгілі бір осындай домалақ пирогты елестететін болсақ, қай кәсіпке кірсең де, ол кәсіпке уже 50-60% үлкен гиганттар алып қойған. Сіз ары қарай уже какой-то бір кусочекке таласпасаңыз, бұл жақта қиын болады. Конкурент сондықтан өте жоғары. Бұл жақта конкуренттердің арасынан шығу үшін, ерекшелену үшін маркетингті қатты жүргізу керек және сатуды үйрену керек. Жалпы көп ақша бұл жақта салу керек, чтобы басқалардан қарағанда ерекшелену үшін. Оны көпшілігі басында жасай алмайды.
Сонымен дәстүрлі бизнесті қорытындылайық. 4 критерий бойынша дәстүрлі бизнес бәрінен минус алады. Капитал көп керек, тәуекелі орташа, қатты қиын емес, қатты оңай емес. Қиындығы жағынан оңай емес, өте қиын. Конкурент өте жоғары. Бұл жақта уже бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан, опыты өте жоғары, нарықтың біршама бөлігін алып қойған кәсіпкерлер бар. Сондықтан дәстүрлі бизнес бізге жарамайды. Сонымен жалқау адамға енді немен айналысу керек? Давайте төртінші кәсіпті талдап көрейік. Төртіншісі бізде тендер бизнесі. Енді тендер бизнесі дегеніміз не екенін бір түсіндіріп өтейін. Тендер бұл бизнестің үшінші түрі. Енді тендердің бизнестің үш түрі бар ғой негізі. B2C дейді. B2C деген бағанағы дәстүрлі бизнестер. Яғни бір продукт питание, азық-түлік сататын магазин болуы мүмкін, сенен товарды барып алып кетті ме? Бұл B2C деген бизнестің түрі. Екінші бизнестің түрі бар, ол B2B деп аталынады. Яғни бизнес to бизнес. Белгілі бір оптовик, белгілі бір компаниядан товар сатып алып жатса, онда бұл бизнеске бизнес. B2B деп аталынады. А енді бизнестің үшінші түрі, ол мінекей B2G. Мемлекет пен бизнес деген сөз. Тендер бұл мемлекетке товарды сату. Бірақ бір үлкен плюсы, мемлекетке товарды алшы деп сатып жүрудің қажеті жоқ. Мемлекет өзі қалайтын товарлардың барлығын уже порталда жариялап қояды. Сіз сол порталда тұрған товарды поставщиктен, яғни өндірушіден арзан бағада табасыз. Үстіне өзіңіздің таза пайдаңыз қосып, мемлекеттік мекемеге өткізесіз. Сіздің задачаңыз просто бар нәрсені арзанға тауып, сол товардың үстіне өзіңіздің пайдаңыз қосып сату. Мысалы елестетейік, акимат маған 10 телевизор керек деп тендер жариялайды. Мінекей, 10 телевизор керек. 10 телевизор әр қайсына 400 мың теңгеден беруге дайынмын деп 4 миллион теңгеге тендерді порталда жариялап қояды. Ол товарды сіз барахолкадан, базардан барып арзан бағада таптыңыз. Поставщикпен сөйлесіп, 10 штукасын алуға 180 мың теңгеден келттіңіз. Жалпы шығын, товардың шығыны 1 миллион 800 мың теңге. Доставка Алматы қаласынан Шымкентке деп алайық, 30 мың теңге кетті. 3% налогымыз 72.900 теңге. Жалпы біздің товарымыздың, доставкамыздың, налогымыздың шығыны 1 миллион 902.900 теңге. Осының үстіне сіз өзіңіздің тапқыңыз келетін табысты қосасыз. Мысалы мен 600 мың теңге көргім келеді дедімде, тендерге 2 миллион 502.900 теңге деп заявка берем. Яғни, мемлекет 4 миллион теңге аламын деп тұрған жерден мен айтып жатырмын. Мен 2,5 миллион теңге жеткізе аламын деп. Осы жерден мен өзімнің 600 мың теңге таза пайдамды көріп қалдым. Тура осылай тендер процесі жүреді. Мінекей таза пайда бір тендерден 600 мың теңге. Мемлекет бұдан да қарапайым товарларды сұрайды. Мүмкін перчатка болуы мүмкін, шелек болуы мүмкін, қарапайым товарлар өте көп. Телевизор, барлығы ноутбук, телевизор деген сөз емес. Жалпы 5 қадам бар тендерді орындайтын кезінде. Бірінші қадам бұл тендерді табу. Самый главный, дұрыс тендер табу керек. Дұрыс ниша. Екіншісі поставщик табу. Арзан бағада, бағанағыдай телевизорды бізде 180 мың теңге беретін секілді оптовиктерді тауып білу керек. Үшінші қадам бұл доставканы, шығынды дұрыстап есептеу. Бағана байқасаңыздар, товарды, доставканы, налогты да барлығын бөліп есептедік. Төртіншісі бұл тендерге заявка беру. Бағанағыдай үстіне өзіңіздің таза пайдаңыз қосасыз да тендерге заявка бересіз. Ұтқан тендерді 5-ші қадам ол орындау. Товарды мемлекеттік мекемеге жеткізу. Жалпы тендер жарияланатын порталдар өте көп. Мінекей мынау тұрған портал бұл мемлекеттік мекеменің тендер жарияланады, бұны госзакуп дейді. Бұл портал бізде Мидворк деп аталынады. Мидворк. Бұл жерде квази-государственный сектордың тендер жарияланады. Жартылай мемлекеттік, жартылай частный компаниялар. Мына портал бізде Самұрық қазына деп аталып тұр. Бұл жерде ұлттық компаниялардың тендерлері жарияланады. Мысалға Ембі мұнай газ, Қазтрансойл, Қазақ мұнай деген секілді компаниялар Самұрық қазына порталында тендерді жариялайды. Міне алдарыңызда тендерлер тұр. Порошок тендері жарияланған 90 мың теңгеге. Перчатка тендері бар 90 мың теңгеге. Бір штукасына 900 теңге дейді, 100 штук керек. Мыло антибактериальный дейді. 120 мың теңге тендер жарияланып тұр. Бұндай кішкентай тендерлер де бар. Оңай товарлар да бар. 100 миллиондық, 50 миллиондық, 5 миллион теңгелік тендерлер де бар. Мысалы, мына жерде тоже қарапайым товарлар, ведро, веточ, тряпка, 160 мың, 240 мың деген секілді тендерлер тұр. Ал енді тендерді бастау үшін бізге қанша капитал керек? Соған тоқталайықшы. Капитал жағынан тендерді бастап кету үшін сізге 20 мың теңге жеткілікті. Өткені порталда, госзакуп порталында 1000 теңгелік, 5000 теңгелік тендерлер де бар. Бастап кетуге сіз 3900 теңгеге тариф қосасыз. Ар жағында 12 мың теңгеңіз госзакуп порталында сіздің шотыңызда болса жеткілікті. Сіз уже
500 мың теңгелік, 300 мың теңгелік тендерлерге қатысып бастай аласыз. Яғни тендерді бастауда 20 мың теңге болса да жеткілікті. Тәуекел аз. Неге? Себебі тендерде товарды алдын ала сатып алудың қажет жоқ. Сіз тендерге заявка бересіз, ұтып алдыңыз ба, заказчик сізге 100% тендерге ақшаны төлейді деген договор келген соң ғана сіз товарды барып аласыз. Және товарды алмастан бұрын сіз заказчикке, тапсырыс беруші мемлекеттік мекемеге мына товар ма деп суретін түсіріп жіберсеңіз болады. Ол, осы товар деген соң барып қана товарды алатын боласыз. Яғни ситуация болмайды, мемлекеттік мекеме мен алмайым, немесе мынау менің сұраған товарым емес деп айтпайды. Сіз сол үшін оған заранее суретін түсіріп, бір-біріңізбен келісіп алатын боласыздар. Келесі, қиындығы жағынан тендер бұл кез келген бизнеспен салыстырған түрде оңай. Өйткені барлығы жеңіл түрде тек ноутбукпен жасалынады. Еш жерге барып жүгірудің қажеті жоқ. Ноутбук арқылы қарайсың, сайтты қарайсың, зерттейсің, сөйлесесің, заявка бересің, ұттың ба, все орындайсың. Қиындығы жағынан оңай болады. Барлық қадамдар нақты бекітіліп жазылған. Ойдан еш нәрсе қосудың қажеті жоқ. Просто аласың, жасайсың. Клиент іздемейсің. Барлық порталда тұрады. Арзанға товар таптың, үстіне пайдаңды қостың, заявка бердің, ұттың ба, орындауға көшесің. Доставка болса басқа қалаға, бағанағыда Шымкентке болса, Шымкентке барудың қажет жоқ. Товарды Яндекс таксимен, индирайвермен жібере бересің. Конкурент аз. Бұны мен былай дәлелдеймін. Тендерге 2025 жылы қазір 8 триллион теңге бөлініп отыр. 1 миллион 800 мың тендер қазір жарияланып тұр. Бұл қазір жылдың басында. Енді жылдың аяғына дейін бұл көбейе береді. Бұл 10 триллион, 12 триллионға дейін көбейеді. Мінеке әрбір облыс бойынша бөлінгендер көрініп тұр, байқасаңыздар. Енді мына нәрсеге назар аударайықшы. Қараңыздар, жалпы порталға 512 мың 526 адам тіркелген. Бірақ соның ішінде неактивный поставщики деп тұр ғой. Неактивный соңғы 3 айда мүлдем тендерге кірмеген адамдардың саны 440 мың 805 адам. Егер тіркелген адаммен қатыспай жүрген адамды азайтатын болсақ, бізде қатысып жүрген адамдардың саны 71 721 адам ғана шығып тұр. Енді сіздерге бағанақ бөлініп тұрған сумманы осы адамдарға бөлетін болсақ, әр адамға неше теңгеден келеді екен? Қараңыздар. 512 526 тіркелген адамнан 440 мың неактивный тендерге қатыспай жүрген адамды азайтсақ, қатысып жүрген 71 721 адам қалған. Егер бөлініп тұрған 8,9 триллион теңге бөлетін болсақ, 71 мың адамға, әр адамға 129 миллион теңгеден келеді бір жылға. Сонда ай сайын где-то бір қанша миллион жасайды? Ай сайын 5 миллион теңгеде жасауға болады деген сөз. Сонымен, тендер бизнесі 4 критерий бойынша да ұтып тұр. Себебі капитал жағынан ең аз, тәуекел өте төмен, қиындығы жағынан оңай, қиын емес, конкурент болса өте аз, себебі әр адамға 129 миллион теңгеден келіп тұр. Давайте енді барлық бизнестерді осылай сіздердің алдарыңызда салыстырып көрейік. Трейдинг капитал жағынан 2-3 миллион теңге қажет. Тәуекел өте жоғары. Қиындығы жағынан оңай емес. Сіз опыт жинау үшін 20 миллион, 50 миллион теңгеңізді қиюыңыз керек трейдинг үшін. Конкурент жоқ. Бұл бізге келмейді. Кәсіп ретінде бұл тендерге, бұл кәсіп ретінде бұны қарастырмаймыз. Келесі, маркетплейсті қарастырайық. Маркетплейс барлығы жағынан бізге келмейді. Сондықтан бірден X қоямыз. Дәстүрлі бизнес орташа конкурентность жағынан жақсы, және 100 мың теңгемен бастауға болатын кәсіпте бар, қалған жағынан өте қиын. Сондықтан бұл кәсіпте бізге келмейді. Тендер аз капиталмен, яғни 20 мың теңгемен бастаймыз. Төмен тәуекел, өте аз тәуекел. Және қиындығы жағынан ешқандай қиыншылық жоқ. Бар нәрселені пошаговый планмен жасасаң жеткілікті. Конкурент жағынан өте аз. Сондықтан біз кәсіппен айналысатын болсақ, онда осы тендерный бизнестен бастасақ болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, тендер саласы тез бастап, тез көп ақша табудың оңай жолы бұл тендер. Тендер саласын жаңадан бастағысы келетіндерге мен 3 күндік өнім дайындап шықтым. Ол рекорд 1-3 күндік интенсив деп аталынады. Онлайн және офлайн форматта өтеді. 3 күн бойы біз сіздермен бірге жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы рекорд 1-3 күндік интенсивке қатысқан адамдар қандай нәтиже алады? 3 күнде тендерді ұтуға керекті білімді, фишканы, техниканы бәрін үйреніп шығады.
бір тендерін 3 күннің ішінде ұтатын болады, баға беру формуласын толыққанды үйренетін болады және поставщиктерді табудың әдісін түсінеді. Бесіншісі, өзіміз қатысып жүрген салаларды көрсетеміз. Мінекей мына салаға қатыс, осы салада тез әрі оңай жолмен ақша таба аласың деп түсіндіретін боламыз. Рекорд 1-3 күндік интенсив 3 пакетке бөлінеді, онлайн формат бар. Яғни осындай тікелей эфирде сіз бізбен жұмыс жасайтын боласыз, тікелей эфирде бізбен бірге тендерге қатысатын боласыз, заявка бересіз, ақпараттарды түсініп, білім алатын боласыз. Онлайн түрде қатысасыз, тендершілер жиналған жабық чат беріледі сізге, және осы тікелей эфирге 2 досыңызды кіргізсеңіз болады. Онлайн формат. Стандарт форматы Алматы қаласында офлайн түрде өтеді. Бірге бір отырып сол жерде жұмыс жасаймыз. Гарантия береміз, не нәрсеге тендер саласын үйреніп, алғашқы тендеріңізге заявка беретін боласыз. Және ұту мүмкіндігін аласыз. Тендершілер жиналған жабық чатқа қосамыз сізді. Осы стандарт пакетіне жазылсаңыз, жаныңызға 2 досыңызды алып келе аласыз. Сонымен 3 адам болып сіз стандарт пакетіне келе аласыз. VIP пакеті. Офлайн түрде Алматы қаласында өтесіз. Алдыңғы қатарда отырасыз. VIP пакетінде арнайы кураторлар беріледі, сіздерге баға беруді үйретіп отыратын. Және тендершілер жиналған осы VIP пакетіндегі жабық чат беріледі. Менімен бірге сол интенсив аяқталған соң кешкі ас болады. Сол жерде уже сұрақтарыңызды қойып консультация болатын болады. VIP пакетінде 2 дос емес, тек өзіңіз жаныңызға 1 досыңызды алып келе аласыз. Яғни 2 адам болып VIP пакетіне келсеңіз болады. Рекорд 1-3 күндік интенсив қалай өтетінін бір кішігірім көріп шығайық. Салем Джики Вау. Казахстан — это то самое место, где мы съели твое транспортное средство. Тут не важно, кем ты был, а важно, кем стал. Так, всем салам, всем салам, всем салам. Всем пацанам, как МЦ квадрат, в центр и цель моя. Рекорд 1-ге алдын ала тіркеліп алыңыз, себебі алдын ала тіркелгендерге тиімді баға, бонусқа сыйлықтар беріледі және өзіңізге нақты орын аласыз. Сондықтан төменде осы видеоның описаниесінде сілтеме бар, сол сілтемеден өтіп менеджерге жазыңыз, сізге рекорд 1 туралы толық ақпарат беретін болады. Және сол офлайн немесе онлайн форматта біз сізбен бірге тендердегі алғашқы қадамыңызды жасап, алғашқы тендеріңізді ұтатын боламыз. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментария жазыңыздар. Және мына сыйлықтар туралы ұмытып кетпеңіздер. Баршаларыңызға сәттілік.